сәлеметсіздер ме? Мен бүгін асқабақтың пайдасы жайлы айтатын боламын. Асқабақтың құрамында кальций, цинк, марганец, фосфор, йод, фтор және магний элементтері жеткілікті. Асқабақты склероз, диабет және өт қабынуына шалдыққан жандар көптеп пайдалануы тиіс. Асқабақ шырынын пайдалану суық мезгілде пайдасын тигізеді, тұмау және өкпе ауруына көмектеседі. Асқабақ дәнінде цинк пен белок жеткілікті. Олар асқазан мен ішек, сонымен бірге бауыр ауруларына күресуге көп көмегін береді. Асқабақ дәнін балмен араластырып жеу ішек құрттарын түсіреді. Асқабақтың майы қуырылған асқабақтың дәнінен алынады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майларының бірі асқабақ майы. Асқабақ шырынына бал қосып ішсе, ұйқы дәрісі секілді тыныштандырады және де жүкті әйелдердің жүрек айнуын басады. Простатит кезінде жарты килограмм тазаланған асқабақ дәнінің шикісін ет тартқыштан өткізіп, бір стақан балмен араластырып ішу қажет. Енді жылына бір рет жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатады.